Ассаламу алейкум. Менде негізі шейіне астихан роз бар. Былай иығымда біздің халық сөзімен айтқанда тұз дейді ғой. Сондай. Менде нагрузка болса, или бір стрессовый жағдай болса, или осы қыстың күндері әсіресе суыққа уже мен қозиды да осы нем. Қанша лечениялар алдым осы кезге дейін. Бәрібір оншалықты эффект көрмейтін едім. Бірақ бәрібір шамалы кезден кейін уже қайтадан қозиды. Сондай өзім режим сақтап, ашиды деген кезде уже сәл ортаға күндер салып, сондай тірлігімді жасап жүретінмін. Енді соңғы кездегі не айтып жеткізе алмаймын, өйткені мен уже нагрузка болмай, тірлік жасамай-ақ уже ашитынды шығарды. И бұл ашығанда ашып қоя салмайды иығым. Оң қолыма әсерін береді. Сосын аяқтарымда судорога болады, әсіресе осы аяғымда. Сосын ол судороганы кеткізу үшін бар салмақты осы аяғым, оң аяғыма қойып тұрып, бүкіл денемді салмағым соған саламын да, солай кетірем. Кей кезде жаңа түнде жатқан кезде де болады да, жүгіріп орнымнан тұрам бірден атып. Сондай болатын. И анандай басым ұйып қалады да, қозған кезде. Маңдайыма шейін келеді уже, сол бір сызық жол тартып тұра береді мына жерге шейін. Сол түсіне алмаймын. Соңғы кездерде вообще көбейіп кетті да, тірліксіз көбейіп кетті. Сол үшін келдім осы неге. Персонализацияны алдым бұл жерге келіп. Сосын электромиостимулятормен, сол аппаратпен остеопат деген сеансты алдым. Мен бұл жерде 5 күндік лечение алдым. Әлхамдулилля, одан кейін мен жағдайым жақсарды. Үйде тірлік жасауымда уже білінді да. Айтып жатырмын ғой, үй тірліктерінің өзін жасап жатқан кезде мен уже қиналатынмын. Оны сыртта емес қой, ол іштегі ауру, бірақ өзіңнен өтеді, өзің білесің, и шыдайсың. Бірақ қазір тірлік жасаймын, бірақ қиналу жоқ та алдыңға қарағанда. Әлхамдулилля деймін. Мысалы, мен суық қолымды тыға алмайтынмын. Ал өткенде мен бір күн бойы қолымды суға тығып бір тірліктер жасадым. И кешкісін өзімше күтіп тұрмын. Енді кешке точно иығым ашиды, сосын оң қолымды ала алмай қалам, сосын жатарға кезге келіп басым ұйып қалады, басымды көтере алмай қалам, азанда сосын тағы тұра алмай жатам деп, азанда тұрғанда басымды көтере алмаймын да, мен ана қозған кездеші. Соншалықты білмеймін, тартып солай бір ауырады. Мен солардың бәрін елестеттім. Бүгін көп нагрузка жасап қойдым, не болады екен деп қатты қорықтым, бірақ әлхамдулилля ештеңе болған жоқ. Сол күні де, ертеңіне де. Енді шүкір айтам, Аллаға шүкір. Жақсы бәрі.